негізі осы 21 ғасырдың дерті болып табылады. Өзі 20 ғасырдың аяғы мен 21 ғасыр өзі терроризмнің өте дамыған, кең таралған бір кезең десек болады. Жалпы бұл терроризм кеңес одағының кезінде терроризм деген түсінік, ұғым деген мүлдем болған емес десек болады. Мысалы біздің аталарымыздан, әкелерімізден терроризм деген не деп сұрасақ, осыдан 20 жыл бұрын, 30 жыл бұрын сұрасаң, ол жауап бере алмас еді. Ал бүгінгі таңда терроризм не екен айқын түсінікті. Себебі соңғы 10-15 жылдың ішінде біздің Қазақстан мемлекетінде бір емес 18 рет теракт болды. Оның 3-еуі саяси идеологияға қатысты болса, оның 15-і діни идеологияға қатысты болды. Егерде байқап отырсаңыз, біздің елімізде саяси идеологиядан қарағанда террористік діни идеология 5 есе көбірек болды. Саяси идеологиядан қарағанда. Негізі экстремизм шектен шығу деген мағынаны білдіреді. Шектен шыққан көзқарас деген латын тілінен. Терроризм деген үркіту, қорқыту, үрейлендіру, күш қолдану деген мағынаны білдіреді. Ең алғашында адам радикалдана бастаған кезде бірінші экстремистік ойлар туындай бастайды. Әрекеттерге, ойларға, мемлекетке қарсылық, сонда ойлар туындайды. Түбінде айналып кеп террористік әрекеттерге барады. Мына осының екеуінің айырмашылығы осындай десек болады. Бірінші экстремистік ойдан туындап, арғы террористік әрекеттерге барады. Мен жаңа басында айтып өттім, біздің елімізде 18-ге жуық террористік акттар болды, 106 адам қаза тапты десек болды. Оның 77-сі террористтер, 77-сі, 17-сі құзырлы орган өкілдері және 12 бейбіт тұрғындар қаза тапты.